Екі жұмыртқа адам үшін күнделікті норма емес, апталық норма деп жар салуда американдық ғалымдар. Бұл нәрсе біздің күнделікті тұрмыста қолданып жүрген қағидаларымызға қарама-қайшы келеді. Сол үшін бұл жаңадан шыққан ақпараттарды аяғына дейін тыңдап, өзіңізге керекті пайдалы нәрселерді біле жүріңіз. Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы бүгін бәрімізде күнделікті жеп жүрген жұмыртқа жайында біраз маңызды ақпараттарды ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Көптеген жылдар бойы ғалымдар жұмыртқа жеудің адам денсаулығына пайдасы мен зияны туралы пікірталас жүргізеді. Аптасына қанша жұмыртқа қажет немесе жеуге болатыны туралы диетологтардың пікірлері жиі өзгереді. Яма медициналық журналында жарияланған американдық ғалымдардың жаңа зерттеуінің нәтижелері бойынша аптасына 2-3 жұмыртқа денсаулық үшін оңтайлы нұсқа болып табылады. Жұмыртқаны жиі жеу қандағы холестерин деңгейінің жоғарылауына әкеліп соқтырады. Бұл өз кезегінде жүрек тамыр жүйесінде проблемаларға әкелуі мүмкін дейді ғалымдар. Неліктен бәріміз күніне кем дегенде бір жұмыртқа жеуіміз керек? Американдық ғалымдардың зерттеуіне 30 мың адам қатысқан. Деректер 17 жыл бойы жиналған. Жұмыртқаны шамадан тыс тұтыну денсаулыққа қауіп төндіретіні жұмыртқаның сарысында холестериннің жоғары болуына тікелей байланысты. Үлкен жұмыртқаның орташа сарысында шамамен 185 миллиграмм холестерин бар. Ғалымдар тәулігіне 300 миллиграмм холестеринді тұтыну жүрек үшін оның ауруларының қаупін 17%-ға және мезгілсіз өлімді 18%-ға арттырады деген қорытындыға келді. Аптасына 3-4 жұмыртқа жеу зерттеуге сәйкес жүрек қан тамыр ауруларының қаупін 6%-ға, ал мезгілсіз өлім қаупін 8%-ға арттырады. Яғни бұл жерде айтып отқаны аптасына 3-4 жұмыртқа жеу адамның денсаулығына сәлде болсын зияндығы төмен деген нәтижені көрсетеді. Жұмыртқада ақуыз, А, Д, В және В12 дәрумендері, сондай-ақ көруді нығайтуға көмектесетін лютеин мен зеаксантин көп. Егер сіз күніне 2 жұмыртқа жесеңіз, ғалымдардың айтуынша, жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупі 1-ден 27%-ға, ал мезгілсіз өлім қаупі 37%-ға артады. Бұл зерттеуде қатысушылардың жасы, олардың дене белсенділігінің деңгейі немесе темекі шегу сияқты жаман әдеттің бар-жоғы ескерілмеді. Сондай-ақ ғалымдар зерттеуге қатысушылардың жоғары қан қысымының болуы қызықтырмады. Зерттеушілер атап өткендей, сіздің жүрегіңіз қаншалықты сау болса да, жұмыртқаны неғұрлым көп жесеңіз, соғұрлым жүрек қан тамырлары ауруларының, соның ішінде ишемиялық артерия ауруы немесе инфаркттың даму қаупі артады делінген. Біздің зерттеуіміз 2 адам бірдей диетаны жесе, бірақ жұмыртқаны әртүрлі мөлшерде жейтін болса, жұмыртқаны көбірек жейтін адам жұмыртқаны аз жейтін адамға қарағанда жүрек ауруына шалдығу қаупі жоғары екенін көрсетті дейді зерттеудің авторы Норина Аллен. Бұл тұжырымдар алдыңғы зерттеулерге қарама-қайшы келеді. Бірақ Норина Аллен атап өткендей, алдыңғы зерттеулер қысқа уақыт аралығында жүргізілгенін және бірқатар маңызды факторларды есепке алмағандығын атап айтты. Үлкен жұмыртқаның сарысында шамамен 185 миллиграмм холестерин бар деп айттық. Десе де, зерттеушілер жұмысында қателер болуы мүмкін екен жоққа шығармайды. Жұмыртқаны тұтыну туралы деректер зерттеуге қатысушылардан белгілі бір уақыт ішінде қалай тамақтанғанын сұраған сауалнама арқылы жиналған, бірақ ол 17 жыл уақыт бойы жиналған тұжырымдамалардың нәтижесі. Ғалымдар жұмыртқаны көп жеу жүрек қан тамырлары ауруларының себептерінің бірі деп қана болжап отыр. Бірақ олар себеп-салдар байланысын анық орната алмады. Дегенмен Норина Аллен аптасына 2-3 ғана жұмыртқаны жеу керек деп кеңес береді.
Көптеген диетологтар тек жұмыртқаны ғана емес, сонымен қатар холестерині жоғары басқа да тағамдарды тұтынуды шектеу керек деп келіседі. Өткен жылы Heart журналы күніне кем дегенде бір жұмыртқа жеу жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады деген қорытындыға келген британдық ғалымдардың зерттеу нәтижелерін жариялаған, және олар мұны жұмыртқаның жүрек қоректік заттарға бай тағамдардың бірі екендігімен түсіндірген. Жұмыртқада көптеген біздің ағзамызға қажетті минералдар бар. Британдық диетологтар қауымдастығының қызметкері доктор Фрэнси Филлипс күніне бір немесе тіпті 2 жұмыртқа жеу денсаулыққа пайдалы, олардан қорқудың қажеті жоқ дейді. Дегенмен ол жұмыртқаны кез келген тағам сияқты шамадан тыс қолдануға болмайтынын ескертеді. Оларда көп ақуыз бар, денедегі артық ақуыз ең бірінші бүйрекке қажетсіз стрессті туғызып, бүйрекке ауыр салмақ салатынын ұмытпағайсыздар. Ал енді қараңыз, қазір мына жерде Қытай ғалымдарының зерттеулерін ұсынбақшымын. Аптасына 5 жұмыртқаны тұтынатындар жүректің ишемиялық ауру қаупін 12%-ға төмендетеді. Бұл аптасына 2 жұмыртқаны жеген немесе тауық өнімдерін диетадан мүлдем алып тастағандармен салыстырылады. Жұмыртқаны жақсы көретіндердің жүрек қан тамырлары ауруларымен және мезгілсіз қайтыс болу қаупі 18%-ға төмен болды дейді. Жұмыртқаларды қалыпты тұтыну тәулігіне бір немесе одан да көп және инфаркттың төмен жиілігі арасында байланыс орнатылды деп қорытындылайды зерттеу авторларының бірі. Ғалымдар, яғни Қытай ғалымдары 30 бен 79 жас аралығында 500 мыңнан астам Қытай тұрғындарының деректерін пайдаланған. Ғалымдар жұмыртқаның тағамдық холестериннің көзі болып табылатынын, сонымен қатар жоғары сапалы ақуыз, әртүрлі витаминдер мен биологиялық белсенді компоненттерге, соның ішінде пайдалы фосфолипидтер мен каротиноидтардың бар екенін еске салды. Аптасына 4 тауық жұмыртқасын жеу ерлерде қант диабетінің даму қаупін айтарлықтай төмендетеді. Бұндай қорытындыға бұдан бұрын Шығыс Финляндия университетінің ғалымдары 20 жылдық ауқымды зерттеу аясында келген болатын. Бұл жерде ескере кететін бір жайт, қазіргі біздің құс фабрикаларында өндірілетін жұмыртқалар мен өзіңіздің қолыңызда өсірген жұмыртқа тауықтардың жұмыртқасының айырмашылығында, яғни сіз қолда өсіріп отқан жұмыртқаға қандай дәрумен беріп, бидаймен қоректендіресіз, одан шыққан жұмыртқа ол әрине сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы болады. Ал құс фабрикасында өндірілген ол жердегі құстардың ауырмасы үшін антибиотикпен қосылып берілген тағамдары, яғни құс фабрикасынан шыққан жұмыртқаның адам денсаулығына сәлде болсын зияндығы басым деп ойлаймын өз басым. Мен қадірменді YouTube көрермен, мына жерде айтып өткеніміздей, ғалымдардың біреуі жұмыртқаны көбірек жемеңдер десе, екіншісі күніне 1 жұмыртқа немесе 2 жұмыртқа жеу адам денсаулығына пайдалы дейді. Енді бұл жерде сіз өзіңіз шешім қабылдап, егер де күнделікті жұмыртқаны жеп, соншама уақыт бойы денсаулықта ешқандай кері әсерді байқамасаңыз, жұмыртқаны жей беруіңізге болады. Бірақ шамадан көп мөлшерде жеп кетуге болмайды. Осы ақпараттарды пайдаңызға жаратып, қазақша контентті қолдап, видеомен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар.